Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сәлеметсіз. Отыра қойыңдар. Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Қазір менімен бірге қайталаймыз, жарай ма? Орнымыздан тұрып қайталаймыз сені. Армысыздар ұстаздар? Армысыздар ұстаздар? Армысыздар қонақтар? Армысыздар қонақтар? Амансыздар ма достарым? Амансыздар ма достарым? Баршаңызды көргеніңізге ризамын. Көргеніңізге ризамын. Өзіңізге сәттілік. Өзіңізге сәттілік. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Оқушылар, қазір яғни сабақты бастамастан мұғалімді бағалау болады бізде, яғни оқушылардың аты жөні болады біріншіде. Келесі үй жұмысын тексереміз, сосын ішкі сыртқы шеңбер, оқулықпен жұмыс болады, сәйкестендіру, сосын семантикалық карта, соңында сіздерді бағалап сіздерді бағалап өтетін боламын. Қазір оқушылар кофе ішейік әдісі арқылы мен сіздерге өткен тақырыптар бойынша сұрақ қоямын, ал сіздер соған жауап бересіңдер, жарай ма? Мынандай бірінші сұрақ. Мәтіннің құрылымдық бөліктерін ата. Мәтін нешеге бөлінеді? Үшке. Қандай? Етті сөйлем. Пайымдау. Сипаттау. Және? Үшіншісі қандай? Үшіншісі айтылым. Сонда бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы қандай еді? Етті сөйлем. Жақсы, өте жақсы. Жақсы оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сонымен қандай болды? Етті сөйлем. Дұрыс айтасыңдар. Бәрі сен, мен өмірім, сен сыйлаған. Оқушылар, орнымыздан тұрамыз. Қазір сергіту сәтін бірге орындаймыз, жарай ма? Мен сұрақ қоямын, сендер соған жауап бересіңдер, жарай? Қимылмен көрсетесіңдер. Бүгін концерт бола ма? Қолымызды көтереміз, жарай ма? Қол деп тұр, қолымызды көтереміз. Ыстық қой, шіркін туған жер. Аяғымызды жерге келесі. Алақай мен Астанаға баратын болдым. Аяғымызды жерге қоямыз. Келесі. Далада жаңбыр жауып тұр. Орнымызға отыра қоямыз. Оқушылар, бүгінгі біздің сендерді бағалап өтетін болсам, яғни үй жұмысын тексеруде 3, ішкі сыртқы шеңбер, яғни 2 оқушы ғана 3 балл қойылды. Оқулықпен жұмыста мөлдірге 3